Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар және көрермендер. Бүгінгі сабағымыз алдында жай бөлшектерді бастаған болатынбыз. Яғни жай бөлшектерді алынымына бөліміне байланысты дұрыс және бұрыс деп екі топқа бөліп ажыраттық. Енді қайталау оқу анасы дейді ғой. Сабағымыздың басын кішкене есімізге түсіріп қайталай жіберейік. Дұрыс бөлшектерді біз бөлшектің мысалы бөлімі әр уақытта үлкен болады дедік. Мысалы 5-тен 3 дедік. Немесе 4-тен 3, 11-ден 8 деген сияқты. Яғни әр уақытта бөліміндегі сан, яғни бөлшек тастығының астында тұрған сандар жоғарыда сандарға қарағанда үлкенірек болады дедік. Ал бұрыс бөлшекте керісінше болады дедік. Алымындағы сан үлкен болу керек. Бөлімдегі сан қарағанда үлкен болу керек. 5-тен 17 мысалға, немесе тең болады деп айттық қой. 12-ден 12 ол да бұрыс бөлшек дедік. 42-ден мысалға 83 деген сияқты. Енді бүгінгі тақырыбымызды жалпы алдында жай бөлшектерді қысқартып үйрендік деп ойлаймын. Енді мына бұрыс бөлшектерді аралас санға айналдыру керек. Алдында айтқан болатын ғой, бұрыс бөлшектерден аралас сан деген ұғым пайда болады. Аралас сан бұрыс бөлшектер. Яғни қазір мына бұрыс бөлшектерді аралас санға айналдырып үйренеміз, және керісінше аралас сандарды қайтадан бұрыс бөлшек қалпына келтіріп үйренуіміз керек. Жақсы, олай болса міне, мысалы 5-тен 17-тен бастайық сол. 5-тен 17. Жалпы 5-тен 17-ні аралас сан дегенге айналдыру үшін аралас санның түрін жазып кетейік. Бірінші қандай түрде болады? Мысалға 7/3-тен 1. Мынау міне 7 деген бүтін бөлік, ал 3-тен 1 деген ол бөлшек бөлігі болып табылады. Бірінші тұрған бүтін бөлігі, екінші тұрған бөлшек бөлігі болады. Тағы сол сияқты. 9/7-тен 2. 9/7-ден 2. Көріп отырсаңыздар, мына бөлшек бөлігі дұрыс бөлшек түрінде жазылу керек, көріп отырсыздар ғой. Міне бүтін бөлік тұр ғой, одан кейін бөлшек бөлігі ол дұрыс бөлшек, яғни бөлім үлкен болу керек. Сонда мен бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыру деген осындай болады. Сосын тағы айтатын нәрсе, мысалы 7/3-тен 1 ма? 7 мен 3-тен 1-дің арасында негізі қосу деген таңба бар. Бірақ математикада келісілген, мысалы 7 мен 3-тен 1-ді қос десе, сіздер бірден 7/3-тен 1 деп айтасыздар. Енді қосуға әлде алда уақытта тоқталамыз. Жалпы осы аралас сан ішінен бүтін бөлік пен бөлшек бөліктің арасында жасырын қосу таңбасы тұрғанын білуіміз керек. Кейбір балдар шатыстырады, арасы көбейту деп ойлайды. Жоқ, арасында қосу таңбасы бар. Жақсы. Енді 5-тен 17-ге қайттан келейік. Міне осыны енді аралас санға қалай айналдыру болады? Аралас санға айналдыру үшін алдында айттым, мына бөлшектің сызығы бөлу деген мағынаны білдіреді. Яғни 17-ні 5-ке бөлеміз. Яғни бөлсек 3-тен береміз ғой. 5 үшін 15, қалдық 2. Қалдық қалған шығар, ең соңында қалдыққа дейін жұмыс жасаймыз. Міне 3-тен бердім ба, яғни ол 3 бүтін болады. Сосын бөліміндегі санды еш уақытта өзгертпейсіз. Мысалы 5 тұр ма, 5 жазып қоясыз. Ал мына бөлшектің алымына қалдық жазамыз. 3/5-тен 2. 42-ден 83 дегенді көрейік. 42-ден 83. 83-ті 42-ге бөлемін. 2-ден берсем 84 қойды, асық кетеді екен. 1-ден берем онда. 42, онда 41 шығады ғой. Қалдық 41. Міне 1-ден бергесін 1 бүтін болады. Осынша айттым, міне мына жерде тұрған сан еш уақытта өзгермейді, бөліміне жазып қоямыз 42-ні. Ал қалдықты 41-ді жоғары қарай жібереміз, алымына. Түсінікті ғой. Міне тағы да мысал қарастырып көрейік. 6-дан 37. 6-дан 37. Жаңағыдай сол 37 бөлу 6 деймін. Мысалға нешеден берем? 6-дан берем. 6-6-дан 36, 1 қалдық қалды. 1 қалдық қалды дегеніміз, міне 6-дан бергесін 6 бүтін деймін. Мына бөлімдегі 6-ны айттым ғой. Ол өзгертпей жазып қоямын. Сосын қалдықты 1 дегенде жоғары жүрем. 6 бүтін 6-дан 1. Енді осыны бүйтіп бөліп жатпай, кейде балдарға былай айтамыз. Мысалға 6-дан 37 деп тұр ма? Мысалға мына жоғарысында, яғни алымында тұрған 37-нің ішінде неше 6 бар?
түсінесіздер ма? Яғни 6-ның таблицасында мысалы нешеге көбейткенде осы 37-ге жақындаймыз деп ше. Мысалы 6 1-ің 6, 6 2-ң 12 осылай келіп 6 6-ң 36 міне. 6 7 уже асып 6-ның 7-ге көбейтсе уже асып кетеді да. Сондықтан 6-ны 6-ға көбейткенде ең мейлінше жақындаған түрі осы да. 6 бергенде 36-ға барады. Сосын 36-тан 37-ге қанша жетпей тұр? Бір сан жетпей тұр. Мен солай жазып қоямын. Ал бөлімді айттым, жаңа өзгертпеймін дедім. Мен осы түрде тағы мына 15-тен 76-ны шығарып көрейікші. Мысалы 15-тен 76. Енді міне 15-ті нешеге көбейткен кезде 76-ға жақынырақ боламын. Яғни 5-ке көбейтсем, дұрыс па? 15-ті 5-ке көбейтсем 75 болады ол. 75-тен 76-ға қанша жетпейді? Бір сан жетпей тұр міне. Мен бөлімді өзгертпей жазып қояйын. 5 бүтін 15-тен 1. Тағы да көрейік. 7-ден 39 мысалға. Енді жаңа тағы да 7-ні нешеге көбейткен кезде мына 39-ға жақынырақ боламын. Мысалға 7 5-ім 35, ал 7 6-ым 35-тен асып кетеді. 39-дан асып кетеді. Сондықтан ең жақын вариант 5 екен. 7-ні 5-ке көбейтсем 35 екен. 35-тен 39-ға қанша сан жетпей тұрмын? 4 сан жете алмай тұрмын. 4. 5 бүтін 7-тен 4. 17-тен 40 бар. 17-ні нешеге көбейтсем 41-ге жақындаймын. 17-ні 2-ге көбейтсем 34 болады. Яғни 2 17-ні жазып қоямын. 17-ні көбейтсем 34 дедім, 34-тен 41-ге неше сан жетпей тұрады? 34-тен 41-ге 7 сан жетпей тұр. Онда 2 бүтін 17-ден 7 болады екен. Міне бұл бұрыс бөлшектерді аралас сан түрге айналдырғанымыз. Енді керісінше жасап көрейік. Мына бұрыс бөлшектердің барлығын аралас санға айналдырып көрейік. Мына жерге бөліпсем, міне осы 4 бөлшекті мына жақта аралас санды қайтадан мына түрге көшірейікші. Қайтадан жазып қояйын. 5 бүтін 7-ден 4. Біріншісін ашып жазайын. Жай бөлшекке айналдыру үшін, яғни аралас санды жай бөлшекке айналдыру үшін, соның ішінде бұрыс бөлшекке айналдыру үшін мына бөлімдегі 7-ні жазып қоямын. Айттым жаңа бөлімі өзгермейді дедім. Сосын алымын шығаратын кезде былай істейміз. Мына 5 пен 7-ні көбейтеміз. 5 пен 7-ні көбейтеміз де 4-ті қосамыз. Түсінікті ме? Сонда 7-ден қанша? 39 ба? 7-ден 39 болады. Қайтадан 2 бүтін 17-ден 7. Бөлімдегі 17-ні жазып қоямын. Мына бүтін бөлікпен бөлшектің бөлімдегі сан екеуін көбейтемін. 2 көбейту 17 қосу 7. Мұнда 17-ден 41 болады. Мына екеуін көрейік. Міне 6 бүтін 6-дан 1 деп тұр. Бөлімдегі 6-ны жазып қоямын. Мұна 6 мен 6-ны көбейтіп 1-ді қосамын. Сонда 6-дан 37 болады екен. Енді осы алымының ойша істеулеріңізде де болады. Мына ортадағы мына жолды жазбай, бірден мынаған секірулеріңізде де болады. Мынаны ойша жазапшы. Бастапқыда енді үйреніп алу үшін өйтіп көбейтіп жазып отыруға болады. Артынан бірақ тез жасау үшін міне 15-тен 76 болыпты. Кешіресіздер. 5 бүтін 15-тен 1 деп тұр ма? Міне 15 жазып қоясыздар. Бірден не? Мұна екеуін көбейтесіздер. 5 пен 15-ті. Мысалы 75, сосын 1-ді қосамыз. 76 сонда. Міне бүгінгі сабағымыз осы. Бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыру, аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру деген тақырыбымыз осы. Назарларыңызға рахмет.